Сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгін сіздермен бомба рецептпен бөлісетін боламын. KFC тауықтарынан да дәмдетіп стрипсиді қалай жасауға болатынын көрсетемін. Видеоны соңына дейін көруіңізге кеңес беремін. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен тауық филесін өзімізге керектідей етіп бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Содан соң 1,5 ас қасық сұйық майымызды, жарты шай қасық тұзымызды, 1 ас қасық паприка және 1 ас қасық құрғақ чесногымызды салып, жарты сағатқа маринадқа қойып қоятын боламыз. Осы 30 минуттың ішінде филемізге дәмдеуіштердің дәмі сіңіп, жұмсарып, өте керемет бола түседі. Бізде 30 минут уақыт бар, соны жоғалтпай панировкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, ұн және чипсы қажет болады. Мен Доритосты пайдаландым. Осы ірі чипсыларды оқтаудың көмегімен ұнтатып алатын боламыз. Міне осындай ұсақ болуы тиіс. Мінекей, филеміз жақсылап тұрып маринадталды. Енді осы маринадталған филені біртіндеп ең бірінші ұнға, содан соң жұмыртқаға, ендігі кезек чипсыға салып аунатып алатын боламыз. Барлық жеріне жақсылап тиюі қажет. Жұмыртқамыз да, ұнымыз да, чипсымыз да. Осылайша дайын болған филелерімізді рет-ретімен біртіндеп пергамент қағазына орналастыратын боламыз. Достар, қараңыздаршы, әлі пешке салған жоқпын, бірақ түрінің өзі керемет болып шығуда. Қызып тұрған 180 градустағы пешімізге 20 минутқа салып алатын боламыз. Міне достар, дайын болды. Өте керемет хош иіс шығуда. Достар, енді дайын болған стрипсымызға ақ соус жасайтын боламыз. Ең керемет соустың рецепті төменде көрсетілген. Сол бойынша жасасаңыз, керемет соус шығаратын боласыз. Достар, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте қымбат. Достар, қараңыздаршы, өте керемет болып шықты. Және осылай етіп жасау оп-оңай, сыртқы қабығы сондай қытырлақ, ал іші нәп-нәзік. Сіздер де жасап көріңіздер. Баршамызға ас болсын.